Армысыздар, құрметті оқушылар. Бүгін біз дүниежүзі тарих пәні бойынша 9 сыныпқа арналған 3-ші тоқсандағы 20 ғасырдың екінші жартысындағы Азия елдерінің даму ерекшелік тақырыбындағы бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бұл оқу жылынан басталғалы номер 6 бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары. Алдымызда тақырыптар бізде, яғни 1949 жылы коммунистік партия жеңісі нәтижесінде Қытай қалай өзгерді? Азиялық серпіліс неліктен мүмкін болды? Оқу мақсаты себеп-салдарлық байланысты талдау арқылы социалистік шаруашылық жүйесінің дамуындағы қарама-қайшылықтар анықтау, оңтүстік-шығыс Азия мемлекетінің қарқынды экономикалық дамуына ықпал ететін негізгі факторларды талдаймыз. Және бағалау критерийлері беріліп тұр алдында. Орындалу уақыты 20 минут, құрметті оқушылар. Бірінші тапсырмада 1949 жылы коммунистік партия жеңісі нәтижесінде Қытайдағы өзгерісті салалар бойынша сипаттаймыз: экономикалық салада, саяси салада және мәдени салада. Екінші тапсырма бойынша картадан оңтүстік-шығыс Азия елдерін табамыз. Оңтүстік-шығыс Азия елдерінің экономикасының дамуының ерекшеліктерін жазатын боламыз, құрметті оқушылар. Үшінші тапсырмада оңтүстік-шығыс Азия мемлекеттерінің қарқынды экономикалық дамуына ықпал ететін негізгі факторларға мысал келтіреміз, құрметті оқушылар. Алдымызда бағалау критерийлері берілген. Тапсырма жаңа біз таныстырылып өттік. Үш тапсырма және дескриптірлер берілген. Жалпы қажет жинау балл шәкіл саны 10 балл бізде. Онда құрметті оқушылар, өз жұмысымыз бастайық талдау жұмысында. Бірінші тапсырма бойынша 1949 жылы коммунистік партия жеңісі нәтижесінде Қытайдағы өзгерістерді салалар бойынша сипаттаңыз. Экономикалық салада барлық өндіріс мемлекет жоспарына бағындырылды. Бағалар мен жалақы орталықтан белгіленді. Нарықтық қатынастар жойылды. Саяси салада Қытайда бір ғана жетекші партия, коммунистік партия билік етті. Басқа саяси күштер мен оппозиция жойылды немесе шектелді. Мемлекеттік басқару партия бақылауына өтті. 1950-1960 жылдары бірнеше саяси науқандар жүргізілді. Контрреволюциялық қарсы күрес, жүзгіл саясаты, кейін репрессия ұласты. 1966-1976 жылғы мәдени революция. Мәдени сала бойынша 1949 жылы билікке келген Қытай коммунистік партиясының елдің мәдени өмірін түбегейлі өзгертті. Мао Цзедун басқарған жаңа үкімет мәдениетті социалистік идеологияға бағындырды. Мәдениет марксизм, ленизм және маоизм идеяларына негізделді. Әдебиет, театр, кино, өнер социалистік реализм бағытына көшті. Өнер халықты коммунистік рухта тәрбиелеу құралына айналды. Жаппай сауат ашу науқандары жүргізілді. Қарапайым халыққа білім беру кеңейтілді. Қытай жазуы жеңілдетіп, иероглифтер ықшамдалды, оқу жеңілдетілді. Нәтижесінде халықтың сауаттылық деңгейі айтарлықтай артты. Ең үлкен өзгерістер мәдени революция кезінде болды. Ескі мәдениетке қарсы күрес жүргізілді. Кітаптар жойылды, тарихи ескерткіштер қиратылды. Зиялылар мен мұғалімдер қудаланды. Қызыл гвардия қозғалысы белсенді әрекетті. Кейбір көне салт дәстүрлер ескіліктің қалдығы деп танылды. Діни мекемелер жабылды немесе бақылауға алынды. Конфуцийлік, буддистік және басқа да дәстүрлі идеялар сынға ұшырады. Келесі тапсырма бізде екінші тапсырма картадан оңтүстік-шығыс Азия елдерін табамыз. Онда әрине бұл да бізде мына көрсетіліп тұрған 5-ші номердегі бұл оңтүстік-шығыс Азия материгі. Елдері оңтүстік-шығыс бөлігінде орналасқан аймақ. Бұл өңірге негізгі 11 мемлекет кіреді. Алдарыңызда картада көрініп тұр. Мына 5-ші белгіленген бізде оңтүстік-шығыс Азия елдері. Оңтүстік-шығыс Азия елдерінің экономикасының даму ерекшеліктерін жазатын болсақ, оңтүстік-шығыс Азия елдерінің экономикасы экспорттарға бағытталған, шетел инвестициясына ашық, өнеркәсіп пен қызмет көрсету саласы қарқынды дамуда. Даму деңгейі елдер арасында әртүрлі. Шетелдер инвестициясының көп болуы, арзан жұмыс күші, географиялық тиімді орналасу, теңіз жолдары, еркін экономикалық аймақтар, экспортқа бағытталған экономика, өнеркәсіптік өнімдерді электроника, киім, техника экспорттау, табиғи ресурстар сату, мұнай, газ, пальма, май, каучук, әлемдік нарыққа тәуелділік жоғары. Қызмет көрсету салалары дамуы, туризм, Таиланд, Индонезия, Малайзияда, қаржы орталығы Сингапурда, логистика және порт қызметі, ауыл шаруашылығының рөлі күріш өндірісі Вьетнам, Таиланд, пальма майы Индонезия, Малайзия, балық шаруашылығы қалыптасты, құрметті оқушылар.
Енді үшінші тапсырмада бізде оңтүстік шығыс Азия мемлекеттерінің қарқынды экономикалық дамуына ықпал ететін негізгі факторды мысал келтірейік. Оңтүстік шығыс Азия елдерінің соңғы онжылдықтарда әлемдегі ең жылдам дамып жатқан аймақтардың біріне айналды. Бұл елдердің табысты дамуына бірнеше негізгі факторлар әсер етті. Географиялық тиімді орналасу бірінші ол. Аймақ халықаралық теңіз жолдарының торабында орналасқан. Малакка бұғазы арқылы әлемдік сауданың үлкен бөлігі өтеді. Қытай, Жапония, Үндістан және Австралия нарықтарына жақын. Сауда мен транзиттік қызметтің дамуына қолай жағдай бар. Келесі саяси тұрақтылық және аймақтық ынтымақтастық. Көптеген елдер экономикалық реформаларды табысты жүргізді. Аймақтық интеграциясы ASEAN ұйымы күшейтілді. Ортақ нарық қалыптастыру, кедендік жеңілдіктер, инвестиция тарту. Шетелдік инвестиция және ашық экономика. Бұнда еркін экономикалық аймақтар құрылды, салықтар жеңілдетілді, арзан және еңбекқор жұмыс күші бар. Мысалы, Вьетнам мен Малайзия электроника өндірістік шетелдік компаниялар көп тартты. Экспорттық бағытталған өндіріс, электроника, киім-кешек, автокөлік бөлшектері, ауыл шаруашылығы өнімдері. Сингапур қаржы және логистика орталығы, Индонезия табиғи ресурстарға бай. Келесі еңбек ресурстары және демографиялық фактор. Халық саны көп, жас жұмыс күші басым, урбандалу қарқынды, бұл өндірісті дамуына және ішкі нарықтың кеңеюіне ықпал етеді. Білім беру, индустрияландыру, техникалық білімге көңіл бөлу, өнеркәсіптік аймақтар салу, инфрақұрылымды дамыту. Міне құрметті оқушылар, біз бәрін талдап болдық. Енді алдарыңызда рубрика, бұл білесіздер. Бұл сіздердің жаңа жарияланымдарға идеялар туындырады. Бұл сіздердің білім бағалау критерийлерінің тізімі, әр тақырыптың зерттеу мақсаттарымен анықталады. Және бұл сіздердің құрастырылған әр критерий аясындағы жетістік деңгейін көрсетеді. Бұл күтілетін оқу нәтижелеріне және сіздердің жетістіктеріне сүйенетін бағалау өлшемшарты тәсілі болып табылады. Міне құрметті оқушылар, біз бәрін талдап болдық. Қандай сұрақтарды болса жазыңыздар. Келесі кездескенше аман есен сау болыңыздар. Алдарыңызда